Күндердің бір күнінде Әлжуаз өте нәзік бір әтеш өмір сүріпті. Ауылдағылар оған күліп келемеждейді екен. Күндердің бір күнінде ауылдағылардың мазағынан әбден қажыған әтеш қораздардың патшасына жылап келіп: Ауылдағылардың барлығы мені мазақ қылып, менің әрбір ісімді күлкіге айналдырады. Мен әбден шаршадым. Мені осы қиыншылықтан құтқарыңызшы, деп жалынады. Сонда қораздардың патшасы күлімсіреп: жарайды, сені бұл қиыншылықтардан құтқаруға уәде беремін, бірақ бір шартым бар, дейді. Сонда Әлжуаз әтеш қуанып: я, айта беріңіз, бұл азаптан құтқаратын болсаңыз, мен барлық шарттарыңызды орындауға даярмын, патшам. Ендеше серуендеп келейік, деп ауланы аралап көруге шақырыпты. Екеуі аулаларда айнала бастаған кезде ол қораздар мен тауықтардың ірі денелі бір орында қимылдамай жатқан әтешке тамақ тасып беретіндерін көріп, соған ұқсас үлкен, күшті болуды армандады. Бірақ лезде өз ойынан қайтты, өйткені әлгі қораздың екі аяғы жоқ екен. Сондықтан басқа бауырларының мейірімі түсіп, оған тамақ апарып беретін еді. Сөйтіп патша екеуі ауланы аралап кезуді жалғастыра берді. Кенеттен арық қораз екі аяғы күшті, үлкен әтешке басқалардың тамақты аузына салып беретінін көріп: ей қораздардың патшасы, мен барлығы өзінен қорқып, аузына тамақ салып беретін ана үлкен әтеш сияқты болуды қалаймын, деді. Бірақ лезде өзінің ойынан қайтты. Өйткені жаңағы үлкен қораздың тұмсығы жоқ болғандықтан тамақтан алмайтын. Егер басқа қораздар мен тауықтар көмектеспесе, ол аштан өлетін еді. Екеуі солай ауланы айналып жүре берді. Бір кезде арық қораз қатты қуанған соншалық ұшып кете жаздады. Себебі екі аяғы күшті, тұмсығы өткір қоразды көрген еді. патшам, мен мына қоразға ұқсағым келеді. Сол сияқты екі аяғым күшті, тұмсығым өткір болғанын қалаймын, деген сөздерін аяқтап үлгермей-ақ лезде өз ойынан қайтты. Өйткені әлгі әтештің екі көзі көрмейтінін естіді. Сонан соң арық қораз патшаға былай деді: ей қораздардың патшасы, сізге алғысымды айтамын. Мына нәрселерді көргеннен соң менде ешқандай қиыншылық жоқтығын түсіндім, деді. Қораздардың патшасы бұл сөзінің мәнісін сұрады. Ол былай деп жауап берді: кім деген басқалардың қиыншылығын көрсе, өзінің қиыншылықтарын ұмытады. Мен арықпын, бірақ жер басып жүруіме қажетті екі аяғым, көретін екі көзім, тамақ жейтін тұмсығым бар. Сонда қораздардың патшасы: расында жаратылыстардың арасында шүкір етушілер өте аз. Сені серуенге алып шығуымның мақсаты да осыны түсіндіру болатын. Сен көргендеріңнен ғибрат алғандығың мені өте қуантты, депті. Сол күннен бастап арық қораз денесінің нәзіктігіне еш ренжімей, дененің сау екендігіне қуанатын болыпты.